not the same as when I was punched in the old days. Барлықтарына сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Достар, бізде бүгін тағы да лизун жасау туралы видео болады. Сіздер менен лизун жасаудың борная кислотасыз жасаудың сұратыңыздар, және бүгін мен сол борная кислотасыз лизун жасайтын боламын. Және кеттік. Бұл үшін бізге ыдыс, яғни осыған жасаймыз. Сосын араластыруға палочка, потом клей қажет болады. Любой клей ала беруіңізге болады. Мен мұндай ыдысқа қойып қойдым. Клей негізі. Потом бізге картофельный крахмал қажет болады. Болмаса кукурузный крахмал алуыңызға болады. Вот кәдімгі крахмал. Потом күнбағыс майынан қажет болады. Яғни кәдімгі үйде қолданылатын май. Және де осы ғана ингредиенттер қажет болады. Ендеше кеттік. Ең алдымен ыдысқа клейімізді құямыз. Енді бұған крахмал қосамыз. Содан кейін барлығын араластырамыз. Мен тағы да қосамын. Сосын тағы да араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, достар, бұл бізде қоюланып, біртіндеп дайын болып келе жатыр. Қосып, достар, араластыра береміз. Мінекей осындай болып шығуы қажет. Қою болу керек, яғни бізде уже біртіндеп лизун шығып келе жатыр. Қолымызға да ондай жабыспайды, көріп тұрғандарыңыздай. Араластыра береміз. Достар, енді бұны қолға алатын кез жетті. Ол үшін кәдімгі майымызды бір стаканға құйып аламыз. Вот, менде мына ішінде тұр. Соны алақанымыздың бүкіл жеріне жағып шығамыз. Яғни сіз лизунды ұстаған уақытта ол сіздің қолыңызға жабыспас үшін сіз осылай майды қолыңызға жағасыз. Содан кейін енді мына дайын болған лизунымызды ұстаймыз. Қолымызды араластырамыз. Бұл өте керемет, көріп тұрғандарыңыздай аздап созылады, өте жұмсақ, маған қатынады. Уже қолға біртіндеп жабыспайды, мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Оны өзіңіз әртүрлі цветтерге бояуыңызға болады. Яғни осы уақытта да бүйтіп бояуды салып жіберіп, осылай араластыра берсеңіз, ол түске енеді. Өте керемет. Бұны жасау өте оңай деп ойлаймын, себебі қосылған заттардың барлығы әрбір адамның үйінде болады. Яғни крахмалды, күнбағыс майы, клей барлығы да болады деп ойлаймын. Сол себептен бұны әрбір адам жасай алады. Әрі өте керемет лизун, бұл маған қатынады. Біз бұны әдеттегідей жасаған лизундарымызды тексереміз. Яғни онда лизундардан шығатын қытырлақ дауыс шыға ма? Аздап шығады. Білмеймін, сіздерге естіліп тұр ма, естіліп тұрған жоқ па? Өте жұмсақ әрі бұл. Достар, мінекей бүгінге осы. Біз бүгін борная кислотасыз лизун жасадық. Және сіздерге бұл видео ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, әрине сызықтың жоғары қаратылған белгісін басыңыздар. Және менің арнама жазылыңыздар. Міндетті түрде бұндай лизунды жасап көріңіздер. Өте керемет, маған ұнады. Және лайк басып каналға жазылыңыздар. Сау болыңыздар.